Ассалаумалейкум, алтындарым, қалайсыздар? Гузи Асқар, үй жаным, сен үйге бардың ба? Сәлематсыздар ма? Я, жайлап қосыла берейік, әлі уақыт бар, бірақ та сіздермен кіріспе бөлімін жасай берейін, әңгімені бастай берейін деген ниетпен тікелей эфирге кіріп отырмын. Бүгінгі тікелей эфирді жіберіп алмаңыздар, себебі бүгінгі эфирге шығатын менің өзімнің ең жақсы көретін құрбым деп айтсам болады, өзіме жаныма жақын психолог, сондай бір әңгімесі де адамның құлақтан кіріп бойдалар деген сөз бар ғой. Құлақтан кіріп бойдалатын, қаншама отбасының сақталып қалуына септігі тиген Марзия Бегайдар деген Алматы қаласында тұратын бір алтын қыз бар. Бүгін өз басым сол Марзиямен осы Сарканай онлайн білім парақшасындағы менің жақұттарым, менің жауһарларым, біз енді күн сайын көптеген әңгімелер талқылап жатырмыз ғой. Кешеде бір адамға жүк болатындай үлкен әңгімелер талқыладық. Күн сайын байқап отырсыздар, мен тек қана психологтарды алып шығып сіздердің алдыларыңызда бір сарынды сабақ жүргізіп жатқан жоқпын. Әр істің маманы, әр саланың маманы. Хамилок Доссор Атырау сақталмауы мүмкін. Сондықтан көріп алыңыздар. Себебі мен сіздерге өткенде айттым, кейбір эфирлерді сақтамаймыз, ол өшіп қалды. Өткенде Го Сауданың жаңағы ғалым мырзамен кешегі болған эфирдің бірінші бөлімі өшіп қалды. Яғни сақтай алмай қалдық, екіншісі ғана сақталды. Бірақ бірінші бөлімінде құнды ақпараттар көп айтылған болатын. Сол себептен эфирді дер уақытында көріп отырғандарыңыз жақсы. Ал көргендеріңіз бар болса, егер сақталып жататын болса, конечно, тағы да көресіздер. Бір оқыған кітабыңды бір рет оқы дейді. Жауып қойда, кейін осы кітаптан саған көп пайдасы тисе, сен жауып қойғаннан кейін қайталап оқы дейді. Қайталау білім анасы дейді, иә? Бірдеңені тыңдағаннан кейін қайттан қайталасаң, сен уже басқаша қабылдайсың. Сен басқа дүниелерді мәссаған, мынау бар еді ғой айтпақшы деген секілді дүниелерді жүрекке қабылдайсың. Уағалейкум ассалам, Южный Кореядан сәлем. Южный Кореяға сәлем. Қалай көңіл күйіңіз? Аманова 3401. Сабақпен жүрсіз ба? Ол жақта қандай? Жұмыс бабымен жүрсіз ба? Таныса отырайық. Мінекей солай, құрметтілерім, бүгін Марзия Бегайдармен сөйтіп шықсақ па дедік. Марзияны өзім де қатты сағындым. Жалпы әңгімелерін жақсы көремін мен. Мен оны майпаздап, Марзияның өзі отырған жоқ қой мына жерде. Қазір енді кіретін шығар, бір майпаздап, жағымсынып айтылған әңгіме емес, жалпы өзім тыңдаймын. Марзияның әңгімелерін тыңдағанды жақсы көремін. Марзияның ерекше, жалпы біз қазір кейде үлгіні бір бөлек адамнан, міне Марзияның өзі отыр екен. Жалпы қазір айтып алайын, иә. Біз үлгі, сен енді Алла тағала біз ойлағаннан биік қылсын, иә. Адамды қатты асыра сілтеп мақтамау керек. Біз кейде сен үлгіні, мен үлгіні кімнен алып жүрмін? Біз қайда бір үш қайнаса сорпасы қосылмайтын бір телефильмнен көріп алған бір актрисаларымызда, немесе сіз оны танымайсыз, ол бір батыстың бір психологы болуы мүмкін, иә, менің үлгім дейсің, бірақ саған үлгі, осы кісіден үлгі алсам, осы кісі секілді болсам дейтін адам біздің жанымызда жүр. Сондықтан сол Марзияны мен өз басым кез келген бір ақылдасатын шаруа болса, мен басқаға жүгінбеймін. Марзияға айтамын, Марзия, мына дүниені не істесем болады? Несі айтасың деп. Енді сіздерге мен бірінші рет айтып отырмын ол дүниені. Сондықтан менің оқырмандарым Марзия не дейді екен, менің сұрақтарыма не дейді екен. Ой, ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум, рахматлык баракатух. Қалайсыз, Сара ханым, жаным сол? Қалай жағдайыңыз? Естіліп тұр, көрін. Что-то кішкене қатып тұр, Марзия. Или онша естілмей, онша көрінбей тұрмын ба? Жоқ, болды, даусың бәрі. Бірақ бұл жерде Wi-Fi бар. Жақсы естілді. Марзия жаным, қалайсыз? Қалай жағдайлар? Күштімін, альхамдулиллах, жақсымын. Сен өзіңіз? Қуаныштымын бұл көргеніме. Алла разы көретін болдық, машалла. Менің мына жалпы осы бастама, бір үлкен командамен бастама бастап жатыр едік. Сол бастамамды қолдап, білем ғой қазір, тем более мынау жылдың соңында бәріңіз де қарбалас, иә? Әйтеуір бірдеңе бәрі бір жұмысын істеп жатырсыз. Сол себептен сөзімізді дайын оқырмандармен
бір сағат болсын өзімнің ойыммен пікіріммен бөлісейін дегеніңіз үшін алла разы болсын, Марзия. Одан кейін Марзиюш, орысшада қазақшада жеткізіп бересің. Сенің орысшаңның өзі тәтті ғой. Мені ялдырып қойдыңыз бүгін. Екі тілде де жүргізе берсең болады. Марзия, жалпы енді сұрақ жауап барысында осында өзіңнің әңгімеңді сағындық. Енді негізгі бағыт мына курс бастап жатырмыз, үлкен бір кәсіп егелерін шығарсақ па деген ой бізде. Үлкен кәсіп егелері нақты әртүрлі жобада, Құдай қаласа. Енді мынандай дүниеде кеңесім өте қатты керек. Мен білесің, мен кез келген жаңа айтып жатқан оқырмандарыма кез келген бір сұрақ болса, мен өзім құрбым ретінде болсын, мен бірінші Марзияға жүгінемін. Өйткені ол дүние, ол білім онда бар. Иә, өзі депрессияға түсіп кеткен адамдар қалай депрессиядан шығамын деп ақыл кеңес сұрайсың мысалы, иә. Сол себепті мен өзім Марзиямен ақылдасамын көп жағдайда. Сондықтан менің оқырманыма, иә, бастапқылардың легі болып осы Марзиямен шықсам деген мінекей қуаныштымын. Енді осы жерде мені оқып отыратындардың көбі үйде отырған әйелдер, Марзиюша, иә. Мен де солай. Ақшамен қарым-қатынасында жалпы, иә, өз ісін табуда психология жағынан кедергілер бар ма? Өз ісін табуға тағы да бір қайталайыншы, естілмей жатыр. Қатынасында. Ақшамен қатынасында. Жалпы мінекей ақшаменен қарым-қатынас енді басталды, бірақ соған психологиялық қандай да бір кедергілер бар ма? Иә, конечно, иә. Көп кезде негізі адам өзі қорқады. Біз ойлаймыз, Аллах бермеді маған, менің ризығымды азып қойды, берекемді азып қойды, ондай емес екен. Аллахта бәрі бар, Аллаға ештеңе бізге жалко емес біз үшін. Аллах көп беруге дайын, иә. Бірақ біз өзіміздің ойымызбен, біз өзіміздің сондай өте шектіміз ғой адам болғаннан кейін. Сондай ойымызбен Аллахқа бізге беріп жатқан жерін тоқтатып қойған сияқты боламыз. Неге? Өйткені біз дайын емеспіз алуға. Әйелдер көбісі қорқады. Мысалы, сіз бір қазір мынау сіздің бағана көріп шықтым да, сіздердің алдыңызда болатын курста. Машаллах, өте керемет курс екен. Өте көп сабақтарыңыз бар екен, иә, ортасында. Өте көп сабақтар екен. Мен оқып өзім қызық кеттім, мен де оқып шықсам болады ғой деп. Бір керемет сабақ екен деп. Неше түрлі сфераларды алғансыздар, иә. Әйел адам мысалы соны оқып шыққан кезде қорықпау керек, та? Қорықпау керек. Өйткені біз өзімізді іздеген кезде, өзіміздің бір ризығымызды арттыратын кезде, бір іс-әрекет жасаған кезде қорықпау керек. Бізде көп әйелдер қорқады. Көп әйелдердің ойлары дұрыс емес, өздерінің ризықтарын тоқтатып қояды. Өйткені, опять былай түпкі санасына келетін болсақ, оларда қандай ой болады? Мен қолымнан дым келмейді, мен оны мұрнымды тықпай-ақ қояйын, мен оны бастамай-ақ қояйын деген сияқты. Мен соны әйелдердің көбісіне айтамын, қорықпау керек. Біріншіден, екіншіден, сіздер егер даже бір нәрсе бастап, ол жұмыс дұрыс емес болып қалса, мүмкін, білмеймін, бір ұтылып қалсаңыздар да, әйел адам не ұтады ондай кезде? Міндетті түрде тәжірибе ұтады, иә? То есть опыт приобретает. Соны біздің көп әйелдерге соны қорықпаңыздар деп соны үйреткім келеді, негізі. Мен де мысалы осы психологиямен айналысып жүрдім, иә, бұған дейін не істеген жоқпын только. Не істеген жоқпын, мен браслеттер жасадым, киім де саттым, ағылшын тілінен де беремін дедім, бәрін істедім ғой, не ойыма келді, соны бәрін істеп шықтым да. Солай адам өз-өзін табады. Қорықпай, жайлап, бірдеңке істеп, ананы істеп, мынаны көріп, сондықтан ең қатты кедергі болады ол әйел адам ойы деп ойлаймын, негізі адамның ойы. Өте жақсы. Марзиюша, мынандай сұрақ туындап тұр, өзіңнің кітабың қаншама адамға орысша сөйлей бер, Марзия, иә, егер де кішкене қиындық туындап жатса, өйткені көп адам жазып жатыр, орысша түсіндіріңіздерші деп, екі жақты сөйлей бер, ешқандай да не емес, бізде білімді адамдар, көкірегі ашық адамдар ғой. Мынандай дүние, өзіңнің кітабыңды қисық қабырғаны мен оқып шықтым бастан аяқ. Өзі айғайлап тұр ғой. Бір демде оқып шықтым, маған өте өзіме, мен кез келген үйде сіңілім болса да, мен бірінші айтамын, мына кітапты оқыңдар бірінші. Ой, неден бастап. Енді сол кітапта әйел мен күйеудің қарым-қатынасы жайлы көп жаздым. Өзіңде қандай бір тікелей эфирің болсын, өте көп айтасың. Одан кейін көп көмектескенімді білемін. Ажырасу алдында тұрған небір әйелдерді, иә, енді әуелі Алла, одан кейін өзіңнің септігіңмен қаншама отбасының береке бірлігінің сақталуына себепкер болдым. Енді осындай тұста көптеген әйелдер бар, жұмысымен істегісі келсе, жұмыс бастаймын. Менің өзімде де көпті айналамда. Жұмыс жасағым келеді, бірақ күйеуім қарсы дейді. Енді сондай қалай өзінің сүйіктісімен айналысуға болады? Өтімді білсек деген. Көп, маған да осындай әйелдер көп келеді. Мен қолымнан көп нәрсе келеді деп айтады да, ананы істей аламын, мынаны істей аламын, бірақ менің күйеуім маған рұқсат бермейді деп тұрып алады. Істемейді, рұқсат бермейді деп. Бұл жерде білесіз бе, мен өзім бір екі пример келтіре салайын, иә. Бір әйел бар,
ол әйелмен мен де жұмыс жасағанмын да, ол әйел күйеу до того ондай строгий күйеу, енді менің күйеуімнен де строгий да, короче, менің күйеуім жаман строгий, ол одан да строгий ер адам, анау енді күйеу масқара просто. Сөйтіп әйелі даже не то чтобы жұмыс істеу, анау үйдің астындағы магазин бар ғой, нан сатып алып келетін ше, соған барып шығармайтын, нан алып келуге шықырмайтын күйеу, представляете, мен жұмыстан келемін, өзім алып келемін дейді. Жұмыстан келгенше нан болмаса, біз соны күтіп отыратын едік, үйден шығамай дейді да, табу сондай күйеу болған ғой. Сөйтіп бұл әйел бірақ энергиясы көп та, өте энергиясы көп, өте энергиясы мықты. Бұл не істерін білмейді. Сөйтіп күйеуіне айтады ғой, өзі ағылшын тілін жақсы біледі, ал әйел ше, күйеуіне айтады, пожалуйста, мен ана детдомға барып, ана балдарға, да, сол жетім балдарға ағылшынша үйретейінші, просто барамын да, аптасына бір-ақ сағатқа барып келемін деп. Күйеу енді мұсылман ғой бәрі. Күйеу енді жетім дегеннен кейін жүрегі сәл не қылады, мақұл деп айтады, мақұл сен барып келе берші деп. Білесіз ба, сол әйел сол жетімдерге ағылшын тілін беріп бастады, да. Бірінші аптасына 1 сағат болды, одан кейін аптасына 3 сағат болды, одан кейін аптасына 5 рет болды да. Одан кейін уже бір карточкалар жасай бастады, балдар ағылшынды тезірек үйретейін деп. Соңында немен бітті? Күйеуі оған центр ашып берді ғой, ағылшын тілінен кішкентай балдарға сабақ беретін, представляете, өзі центр. Сол кезде бұл жерде не көріп тұрмыз? Ол әйелдің қандай ой болды? Басқаға көмегім тисе, да? Ода болған жоқ, мен атымды атақым шығарайын, мен бизнес ашып, бәрі керемет, мен бизнес вумен деп айтсын, мен мама папама көрсетейін, мен қандай керемет екен деген ой жоқ. Ол айтып тұр, мен жетім балдарға бір пайдамды тигізейін деген ниет сондай болды басында. Біздің ниетіміз дұрыс болған кезде Аллах бәрін реттеп қояды екен. Аллаға шүкір. Керек адамдарды әкеп қояды. Ана қарасаңшы, күйеуінің жүрегіне сондай мейірім беріп қойды, сондай жүрегінен внушение салып қойды. Әйеліңді қолда деген. Содан кейін қолдап кеткен ғой ана кісі. Ал мен екінші пример ол өзім туралы да, мысалы мен күйеуім сондай болған ғой. Үйден анау мегаға бару үшін чуть ли не заявление жазу керек болған ғой, бірақ та бір мен осындай күні сағат 14:00-де мегаға барамын деген заявление жазасын. Тоттама мен күйеуім строгий ғой. Сондай болады осы 10 жыл бұрын да. Сол кезде ойлайтын, маған қайдағы жұмыс жасау, маған мен даже магазинге шығуға болмайды маған деп. Мен қалай бастадым? Үйде отырып, ана таста магазин, базардан барып тастар сатып алып келемін ғой. Базарға өзіне мен туған інісімен болмаса біреу қосып жібереді, қасыма бір өзім базарға жібермеймін. Сөйтіп барып алып келемін тастарды. И өзім браслет жасай бастадым ғой, сол интернетте сататын болдым. Енді менікі де масштабы өте үлкен болып кетті ғой, солай бастадым да. Да, того, ол жүріп кетті, бүкіл звездаларға бердім. Білесіз бе, мен айтпақшы, сізге де беремін деп шыққам біраз. Ол кезде дайрект онша не қылмайтын ғой, комментарияларға жазатын, Сара ханым, браслет жасаймын, сізге браслетін продать етейінші. Сізге комментарий жазатын бұрында. Солай мен браслет сатып, сол кезде күйеуім ана энергияны көрді да, қалай менде болып жатқан, қанша заказ келіп жатқан, андай бір өзім емес, уже қанша адам қолымда жұмыс жасап кетті ғой. Соны көрді, сөйтіп айтты ғой, айналайын, барып жұмыс жасай берші деді, сен үйде отыратын адам емес сияқтысың деп. Ол солай қолдау көрсетті маған, тоже қолдау көрсетті, потому что ол көрді да, что мне можно доверять, во-первых, да, что мен жаман нәрсе істемейтінін көріп тұр. Оған видимо уақыт керек болды, во-первых, во-вторых, все равно біздің жүрегімізде ниетіміз түзу болған кезде Аллах бәрін реттеп өзі оңай қылып қойды екен бәрін. Жүректеріне сондай мейірім салып қойды екен. Осыған разрешение бер деген. Поэтому күйеуім не қылмайды деген әйелдерге осындай сіздерге бір нәрсе айтатын, ниет түзу болған кезде, және сіздің жүрегіңізде, кеудеңізде бағанағы желание ұрып тұрған кезде, ол желаниені істей алмай қалады. Оны бір күйеу, бір ене, бала-шаға ешкім істей алмай қалады екен ондай желание. Потому что өте үлкен энергия да сондай. Алдыға ұмтылатын энергия сол ғой, то, что нас вперед направляет, ведет нас вперед, вот эта энергия мощная. Осы жаңағы сұраққа ұқсас да, енді өзің Марзия, мен сенің посттарыңды мен басқасының оқымасам да, мен сенің парақшаңа көп назар аударуға тырысамын. Мен Марзия жайда бір ішімдегі бір балам оянып кеткен шығар. Марзия мені оқымай қалып деп білесің ба? Мына интернетке келіп қалған кезім ғой менің. Мен мысалы мынау парақшадан, білесіз ба, қанша шықпады, бұл парақшадан уже жарты жыл болды шықпаған. Мен мысалы шықпаймын ғой бұл парақшадан. Мен артынан Бегайдар Академияда бұның өзі қарашы, ниет деймін да енді. Мен посттарыңды оқып тұрамын. Сол кезде бір енген қарым-қатынас жайлы посты, между прочим, мен біз оны бәрін айта бермеймін ғой өзіңе. Негізі соны мен көп адамға былай жібердім де. Өйткені менің айналамда өте көп қой. Мен айтамын, Марзияны оқыңдаршы деймін да. Енемен қарым-қатынас жайлы пост жаздың өзің. Керемет енді, ол кәдімгі адамның екінші тынысын ашады да. Енді осы жердің өзінде енесімен бірге тұратын келіндер көп. Жазатын шығар, маған да жазады, айналсайын десем енем сөйтеді, мусорға, даже мусор төгіп келейін десем сөйтеді, маған жаңағы допрос жасап отырады, даже мен іш киім алған кезде енемен ақылдаспай болмайды дейді. Сондай қыз келіншектер қандай шешім қабылдауға болады? Осы
жаңағы арба да сынбайтындай, өгіз де өлмейтіндей қандай шешім қабылдауға болады? Машалла. Сара ханым, сізбен шығатын алдында маған бір 2 қазақ кітап оқып шығу керек еді, негізі қазақша кітап. Сіздің мұндай сөздерді естігенде мен ойлап қалдым, маған кітап бір дайындалып шығу керек еді деген ой келеді да маған. Ойнап айтамын деген сол. Мындай ғой, енді біздің елде ол өте үлкен проблема деп айтуға болады. Да? Ол жерде қараңызшы, бұлай адамдарға бір мындай ой салғым келеді. Ешқашан кім кінәлі деп іздемеу керек. Ешқашан кімді кінәласақ болады, кінәні кімнен тапсақ болады деген адамда ой болмау керек, ондай мақсат болмау керек. Даже енелер де кінәлі кездер болады, иә. Келіндер де кінәлі кездер болады, иә, не важно, да, ол негізі вообще не важно, кім кінәлі, күйеуім кінәлі ма, мен кінәлі ма деген керек емес сұрақ ол. Біздің әйелдердің көбісі соны іздейді. Маған айтып береді историялар, потом айтады, енді өзіңіз айтыңызшы Мариза ханым, мен кінәлі ма, енем кінәлі ма деп сұрайды да, или мен кінәлі ма, күйеуім кінәлі ма деп сұрайды. Ол керек емес сұрақ. Какая разница, кім кінәлі? Мүлдем керек емес нәрсе. Бірінші. Екіншіден, бұндай жағдай бізде өте көп кездесетін жағдай, Қазақстанда, тем более, да, біздің қазақ елдер адамдардың ішінде, өзіміздің ішімізде өте көп кездесетін сұрақ. Бұл жерде қараңыз. Неден ол, вообще оның түбі неден басталады? Бізді тәрбиелеген кезде бізге бүйтіп үйретеді. Сен пысық болсаң, тамақ істесең, бала шағаңды тусаң, қолыңнан бәрі келіп тұрса, тамағында, үйіңде таза болса, сенен мықты келін болмайды, сен сол жерге судай сіңіп, тастай батып, керемет өмір сүресің деп айтады. Сонда қыз не деп ойлайды? Аха, мен өстім, мен қолымнан бәрі келу керек, мен бала шағасын туып бердім, тамағын істеп бердім, үйін жинап бердім. Демек, бұлардың барлығы мені мойындау керек. Мен ең мықты келін деп, бұлар мені мойындасын дейді. Болды. Ода сонда ой пайда болады. Олар не істейді, біз білеміз да, қандай біздің өмірде закон бар да, сондай правила бар. Егер біз адам үшін бір нәрсе жасасақ, ол адам не істейді, оны жоққа шығарады, обесценивает. Все, что мы делаем для человека, человек это всегда обесценивает. Не үшін, өйткені әр адам ішінде нәпсі бар. Ол нәпсі басқа біреудің іс-әрекетін обесценивать етіп тастайды. Ол сонда біз жаратқан да. Егер мы хотим, чтобы нас ценили, бізде не істеу керек, тек Алланың разылығы үшін жасау керек. Біз мысалы әйелдерге оны үйретпеген, маған да оны үйретпеген. Мен де бұндай түсінген жоқпын, тұрмысқа шыққан кезде осындай бар екен деп ойлаған да жоқпын да. Сонда ол әйелдер не істеді? Өзінің күші келмейтін нәрселердің барлығын істеуге тырысады. Мысалы, 40 градус болып ауырып жатыр ма, ол бәрібір тұрады да, қонақ күтеді. Мысалы, сен ауырып жатсың, басың ауырып жатыр, басқа жерде, немесе сен тұрып қонақ күтесің да. Мен сонда әйелдерге сұрақ қоямын. Сен ауырып жатырсың деп айтты ма? Ол не үшін айтпайды? Ол айтады, қойшы, қайтып айтамын. Басында соны басталды, не деп айтам, ұят қой, қазір үндемей қоя салайын, қазір айтсам айтады, ой, жатып алыппын, келін деп айтады ғой деген ой болады. Егер ол Аллахтың разылығы деген істесе, ондай болса, ондай қиын жағдай болмайтын еді. Бірақ оның ойы қандай? Мені жаман көріп қалмасын деген оймен істемей жатыр ғой. Вот сондай болған кезде міндетті түрде ол келіннің қадірі кетеді екен. Ол жанұяда, ол отбасыда келіннің қадірі болмайды. Не үшін? Өйткені ол өзінің олармен мойындаса деген сондай ниетпен оларға сондай бір құлшылық жасап жүр да, көңілін көрсетіп жүр. Болды, осыдан басталады, конфликттің бәрі осы жерден басталады. Ол ойлайды, мұны мен бала туып бердім, үйін жинап бердім, тамақ істеп бердім, неге мен қадірлемеді? А олар ойлайды, извини меня, біз онда обесценивать етеміз, өйткені біз үшін сен Алла үшін істеп жасаған жоқсың деген сияқты да, бессознательно. Сол кезде конфликт басталады. Ол үшін не істеу керек? Мен қыздарға соны айтамын, бір хадисті келтірген екен да, бір әйел мешітте намаз оқып тұр екен да. И жіп тастап оқып жатыр екен. Жіпті қолымен жіп тастап тұр екен да. Сосын пророк Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям ол кісі сұраған екен, не болды әйел, неге жіп тастап намаз оқып тұр десе, қасындағылар айтыпты, ол әйел түнімен намаз оқыды. Уже қанша күн ұйықтамай намаз оқып жатыр деген ғой. Уже құлайын деп бара жатыр, сол құлап қалмау үшін жіп тастап тұр деп айтқан ғой. Сол кезде пророк Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям ол бүйтіп айтқан екен, олай оқуға болмайды, ол барып үйіне барып демалсын деп айтқан екен. Сонда біз бұдан қандай не ілім аламыз да? Қолынан келмейтін нәрсені істемеңіздер деп айтады да бізге. Қолынан келмеді ма, істеме онда. Онда айту керек, мен шаршадым, мен отырайын, мен демалайын, мен адаммын, мен робот емеспін. Да? А біздің әйелдер олар айтпайды. До конца барады, одан кейін барып жарылады, одан кейін кім жаман, ол жаман, енем жаман, бүйтті сөйтіп. Олар еще басына отырып алады, одан кейін барып, сен ананың бәрін қолынан келеді, сен бәрін істей аласың, деп басына отырып алады. И осы жерде конфликт басталады да. Негізі изначально басынан бастап соның бәрі түзу болса, істеу керек, олар, да, міндетті түрде қолынан келген бәрін жасау керек, бірақ Аллахтың разылығы деп. Істейтін алдында ниет болу керек. Мен қазір Аллахтың разылығы үшін істеймін деп тұрмын. Олардың разылығы үшін, адамдардың разылығы үшін істесең, адамдардың разылығын ешқашан ала алмаймыз. Өйткені олардың ішінде нәпсі бар. Адамдарға біреу берді ме, тағы да керек. Ол енді адам болғаннан кейін біз солай жаратқан бізді. Біздің нәпсіміз, оказывается, только жаннатта
өзіне келеді екен ғой, жаннатта ғана нәпсіміз оф тойдым деп айтады екен. Оған дейін тоймайды біздің нәпсіміз. Маған мысалы қанша нәрсе күйеуім жақсылық жасасын, аз болып тұрады менің көзімше. мысалы болды ма не осақ па не деп тұрасың ғой, тағы да бірдеңе беретін шығарсың деп. Сол кезде өзім ойлаймын, менің нәпсімді ешкім тойдыра алмайды екен бұл дүниеден. Ол рас да, ол рас. Әр адам солай жаратқан Аллах. Өйткені сол анау бізді сол жаннатқа ұмтылсын деп жаратылғанбыз ғой. иә Жаннатта біздің нәпсіміз өзіне келіп сәл успокоиться етіп уф деп айтады екен. Оған дейін біздің нәпсіміз тоймайды. Ал мынау әлемде, мынау дүниеде, осы біздің қазір өмір сүріп жүрген жерде біреудің нәпсісін тойдыру ол мүмкін емес нәрсе. А біздің келіндердің көбісі енесінің нәпсісін тойдыруға тырысады. Тырысуға болмайды олай. Мүлдем олай жасауға болмайды. Керемет, күшті жауап. Жақсы, өзім ұйып тыңдап отырмын ғой, уақытымда тез алмай қалатын. Марзия, жаңа кітабыңа оралсақ, кітапта көптеген отбасыларды ажырасудан алып қалдым деп өзіңнің де сөзің бар. Мен өзім де білемін, мен жақын құрбым. Жалпы енді қазір менің өзіме де сондай сұрақ көп келеді. Жұмыс жасайын десем, білмеймін, маған қарсы. Мен содан кейін мен деген ажырасуға бел байладым. Не істе десем де менікі дұрыс емес күйеуіме, мен не істемсем де жақпай қойдым деген сияқты дүниені көп айтады. Өзің қоғамда қазір де келіп жатқан шығар көптеген отбасы өзіңе, не істесек болады деген сияқты. Бұл дені көбі мына әйелдің жұмыс істегісі келетін, жаңа деңгейінің өскісі келетін, басқысы келетін күйеулер кінәлі ме? Жоқ әлде оларға бір ақша, семьяда жоқ ақша жетпей жатқаннан ажырасулар көп пе қазір? Негізгі себептер неде бұл? Вообще біздің Қазақстанда ақша жетпегеннен көбісі ажырасады, ондай бар. Потом енді измена болады и ене. Осы үшеуі ең қатты. Екінші әйел измена, да? Ене и ақша жетпеген. Ақша жетпеген деген енді бірінші орында тұр деп айтуға болады. Бірінші орында, өте негізі жүрегін ауырады да, осыны ойлаған кезде, осыны көрген кезде, жүрегін қатты ауырады. Бірақ енді былай ғой, бірінші, бұл жерде өте терең сұрақта, мәселе көп та, айта берсем, мәселе өте көп. Әйелдерге айтқым келетіні, мынау заманда, қазір, мынау заманда қанша возможность бар да бізде. Өте көп возможность, өте көп. Негізі Аллахтың бізге беретін ризығы енді просто невероятно көп та. Бірақ біздің көп адамдар өздері алуға дайын емес болғандықтан соны жауып қояды. Оймен жауып қояды, іс-әрекетпен жауып қояды, қорқынышпен жауып қояды да, өздері жауып қояды соны. Егер де күйеуі, екі ситуацияда, мысалы бір ситуацияда күйеуі жұмыс жасауға разрешение береді, барып жұмыс жасай береді, бірақ өзі қорқады, да, ондай әйелдер болады. Ондай әйелдерге айтайын дегенім, ешқашанда қорықпаңыз, өйткені әр сіздің дұрыс іс-әрекетіңіз сіз үшін тәжірибе болады, Екіншіден, күйеуім разрешение бермейді, бірақ жұмыс істегім келеді деген әйелдерге айтайын дегенім, бұл жерде енді бұндай әйелдерге бірінші очередь иманын күшейту керек. Біздің жүректе иман әлсіз болған кезде, оказывается, да, әйелдің бойында қалай айтсам екен, мынандай иман әлсіз болғандықтан күйеу ол әйелді сыртқа шығаруға андай аманат қой әйел адам оғанша, сіз ол соны қызғанып тұрады екен, ол қорқып тұрады екен. Ертең күні сыртқа шыққан кезде бұл бірдеңені дұрыс емес жасайды, өйткені иманы әлсіз, и ақыретте мен бұған жауап беремін деген сияқты қорқыныш болады ер адам ішінде, сондай үрей болып тұрады екен. Ол өзі, может быть, оны не осознает, бессознательно болуы мүмкін, да? Сондықтан бір іс-әрекетті бастағым келеді, бір бизнесті бастағым келеді, жұмысты бастағым келеді деген әйелдерге қатты жүректеріңізге, өзіңіздің мінезіңізге, өзіңіздің ішіңіздегі сондай нәпсіге прям көңіліңізді бөліңіз, иманыңызды күшейтіңіз. Сол кезде, я уверена, күйеулері оларға поддержка береді. Өйткені білесіз, мынандай бір не бар да, бір әйелдер сұрайды, мен күйеуім қатты қызғанады мені дейді да, бір әйелдер сұрайды, мен қатты қызғанады күйеуім, не үшін екенін білмеймін депші. Мен сондай әйелдерді өзім зерттей бастадым. Күйеулері қызғанады, не үшін қызғанады, сондай әйелдер зерттей бастасам, білесің бе, мен неге келіп тірелдім? Вот прям қайта соған келіп тіреле бердім. Күйеулері қызғанған әйелдердің бойында сексуальная энергия өте көп. Өте көп сексуальная. А сексуальная энергия деген білесіз бе, ол не? Ол негізі творчество ғой. Оны егер творчествоға жіберсе, онда әйелдер өмірінде өте көп жетістікке жететін еді. Бірақ ол творчествоға жеткізбейді да, сол тұрып қалған ішінде ше, сексуальная энергия болып қатып қалғанда, ар емес, бер емес болып ше. Оны олар творчествоға жіберген кезде, күйеуі оны уже қызғанбайтын еді. Ал ол творчествоны жасамайды, энергия ішіне қалып кеткен, и сол кезде күйеуі оны қызғанады да, қатты қызғанады.
Сіздің өзі жаңағы кәсіп, оның барлығы жатып иә тұрады. иә кәсіп хобби кез келген нәрсе бизнес болсын соның бәрі творчество ғой. Соған жіберген кезде оның күйеуі уже қызғанғанын басталады екен. Мен енді өзім бойымнан өткен дүние да ол да шынымды айтсам. Әңгіме екен мынау. Да, ол негізі сондай. Мен осымен мен зерттедім бұндай әйелдерді, қатты зерттедім. Өзімнен бастап басқалардан в общем аяқтан в общем зерттедім қатты и соған прям тіреле бердім қайта. Өте жақсы анықтама айтып Марзия. Енді одан кейін бар ғой, Марзия, осы жерде бір мынандай сұрақ туындап отыр да. Енді кәсіп бастадық қой. Жалпы қаншама тренингтар, қаншама үлкен курстар, сабақтар жасап жүрген. Мысалы үшін бүйтіп айтады да. Сен елдің алдында біз домбыра ұстап елдің мұңын айтамыз, иә, ақын ретінде. Мысалы үшін осындай деп елдің зар мұңын айтамыз, уже сонда үйренген, ананы айтасың. Одан көп жөнделгендер де болды. Сосын маған айтады, сен елдің ақын емессің ба? Неге сен өзіңнің курсыңды сатасың? Давай мықты болсаң тегін деген дүниелерге не айтасың? Осы жалпы дұрыс па? Ондай оқырман менде де бар енді, альхамдулилля. Просто мынандай да, мен білесіз ба сізге бүйтіп айтайыншы, онда біріншіден менің құрбым бар да, жақын құрбым. 12 жасында, мен 12 жаста болған, онымен танысқан кезде, 10 жасы 15-те болған. Қазір мен 34-ке толып жатырмын да, 10 жасы 37-де, иә, сонда қаншада 37-де арамыз 3 жас қой. 22 жыл доспыз да екенбіз. Мен жақын құрбым. Өзі, кстати, кореянка, таза кореянка ғой. Шетелде өскен, өзі Дубайда өсті, жұмыс жасады, Новой Зеландияда өмір сүрген да. Осыдан 1,5 жыл бұрын ислам дінін қабылдап, қазір намаз оқып жүрді. Машалла, представляете, да? Сондай мен жақын құрбым. Сол кісі, мысалы, кешіріңіз, сұрақ қандай еді дедіңіз? Тегін, точно, во. Почему я про нее заговорила, да, сори. У меня это, как его, блондинцы, мозги такие, да, мен блондинкам, да, негізі. Ол кісі, мен жақын құрбым, мысалы, да, мен ол маған бір сұрақ қойса, менен бір білім алғысы келсе, мен оған айтамын, бар да, сайттан андай сабақты сатып ал деп айтамын. Оның ақшасы маған керек па, мысалы? Ол мен жақын құрбым. Мен оған бір емес пе, я алтын болса, бриллиант болса, шуба любой нәрсе подарить етемін. Маған ешкім жауап қалмайсың ол кісіге. Ол маған үйге келіп, Марзина, оны бер маған десе, мен оған беріп жіберемін. Оған ұнап тұр ма, мен беремін, без проблем. Бірақ сабаққа келген кезде мен оған айтамын, андай сайттан мындай сабақ сатып аласың деп. Скидка беремін деп айтпаймын оған, мысалы, скидкамен берсем болады, мен құрбым ғой. Скидка деп айтпаймын. И ол оны біледі. Не үшін? Өйткені оған дейін ол талай сабақты тегін алған. Талай сабақты тегін алды да. Тегін алған кезде бар емес, бір сабақты тыңдайды да, бірақ кірмейді ештеңеге. Тыңдайды да, бірақ ұмыт кетеді. Өзі айтады, тыңдаймын, бірақ түсінбеймін. Ана сатып алған сабақтардың бәрін түсініп жатырмын қазір деп. Неден күшті сабақтар айтады екенсің ғой, сен деп қойып маған. Оған дейін көрмесе, мен мойындамағансың ба деп оған ұрысып қоямын, сөйтсем. Сол кезде мен нені түсінемін, біздің мынау миымыз тегін келген нәрсені автоматически андай да қабылдамайды да. Енді не солай деген қабылдамайды оны. Ол тегін, менде де тегін сабақтарда қанша бар. Соны мысалы көріп бәрі келмейді кетсе жақсы ғой. Бар, біреулерге жетеді, жүректеріне жетеді, біреулер оны қолдана бастайды. Ондай қыздар өте көп, альхамдулилля, қандай қыздар бар болғаны. Бірақ бәріне бірдей өтіп жете бермейді. Мынау біздің адамдарда мынау проблема. Алушы да, көбісі алушы болып істейді. Алғысы келеді, урвать, оторвать, хапнуть. Вот прям бүйтіп жұлып алғысы келіп тұрады да. Біз пока сондай позицияда өмір сүріп жатқан кезде, жұлбасам, маған көп өтіп кетсе, мені көп мықты болып кетсе деген да, ондай болмайды. Бізде позиция қандай болу керек? Беру. Мен берсем, көмек берсем, сыйлық берсем, бәрін берсем, беретін позицияда өмір сүру. Біздің адамдар алғысы келіп тұрады. Мысалы, тегін сұрап тұрған адам, не үшін тегін сұрап тұр? Алғысы келіп тұр тегін бірдеңке, понимаете? Керек емес тегін нәрсеге өйтіп көп не қылуға болмайды жүгіруге. Неге? Өйткені Аллах айтқан ғой, сен қолыңды былай ашсаң, біреуден былай тегін сұрасаң, қолыңды ашып, сенің мындай маңдайына деген нищий деген печать қойып беремін деп айтқан ғой. На всю жизнь нищий болып жүр. На всю жизнь сұрап жүреді осылай, берші деп. Зачем? Одан да беруші болған дұрыс емес па? Алушыдан көрген, да? Лучше пусть он дает, пусть она научится давать, раздавать, дарить, одаривать, а не хапнуть, урвать и как можно больше забрать. Нет, ондай болмайды. Біздің вот халқымызға соны негізі көп үйрету керек. Бір-біріне беріп үйренсін. Туысқанына беріп үйренсін, ата-анасына беріп, күйеуіне беріп үйренсін. Күйеуіне беруге не қылады ғой, қысылады ғой. Мен оған үй жинап бердім, тамағын істеп бердім, неге ол маған мынандай бермейді? Сонда бәр жерде андай коммерческий отношение да. Мен саған бердім, сен маған не бересің? Обязательно бірдеңке беру керек па? Сонда саған біреу, мен сен бердің, Алла береді саған, болды. Алладан күту керек, да? Бірақ бізде енді көп жерде вот мен саған бірдеңке бердім, сен маған неге бермейсің? Мысалы үшін бір қыз бар да, енді осы парақшадан танысқан. Ол маған айтады, 100 теңге қарыз.
Мен оған айттым, жаным, давай мен саған 100 мың теңге емес, балық берме, қармақ бер дейді ғой. Мен сені осындай бір дүниені үйретейін, мобилограф, сен бір жерге СММ жұмысқа тұрғызайын дедім де. СММ-ға. СММ-де нормально мен саған жауап беремін дедім. Давай дедім, әдейі айттым да осы. Қайта сұрап, маған бер дейді де. Жап қол аяғы бар, кәдімгі тап-таза өзі. Мен қорқам дейді. Мен өзіме сенбеймін дейді. Яғни тәуекел. Неге сондай? Негізі ол жалғыз ол бір мысал ретінде ғана. Бірақ қыздарды мысалы мен қазір мен жасағалы жатқаным Марзия, иә. Мини-курс жасағалы бағасы 90% жеңілдікпен деп жатырмын. Кеше маған тағы да кетті. Өзіме сенбеймін дейді. Тәуекелшіл емес адамдар көп екен біздің арамызда. Өте көп. Сұрақ не үшін дедіңіз да? Соңғы сұрақ естілмей қалды. Сол тәуекелшіл емес та қыздарымыз не үшін? Не үшін тәуекелшіл емес? Неге өзіне сенбейді? Неге мен олардың? Адам жасайды. Иә. Біріншіден, мынау СММщик деген бар емес, осы айтып өтесіз осы туралы. Біз бір ретте қатты СММщик керек болды да бізге, осыдан бір 4 жыл бұрын ба. Ой, ала жаман іздедік қой. Мен сол кезде түсіндім да, СММщик мықты маман болу үшін да, прям ондай жоқ бізде. Керек. Вот маған қатты керек болды. Біреуі келді, ұнамайды. Екінші, ұнамайды дегенде, то ана жер дұрыс емес, то қате жасады. Дұрыс емес түсіріп, не айтын, Құдай сендер үйреніп алсаңдаршы, мен өзім потом туысқандарым айтып, мен үйреніп алыңдаршы, мен сендер өзім жұмыс қаламын. Үйреніп алыңдаршы, еріне ма білмеймін ғой, қолына оңай нәрсе ғой, мысалы, мен уақытым болса, мен өзім үйреніп алатын едім сол жұмысты. Мен мысалы жұмысым болмаса, спокойно үйреніп алып, жазып, қызықтау негізі маман өте қызық маман. Қазіргі актуальны. Оңай еще, оның қиын ештеңкесі жоқ мысалы. Қиын. Бірақ біз іздеген кезде прям мықты СММщикті іздеген кезде біз таппадық. Шын айтайын сіздерге, сразу таппадық. Қазір таптым, одан кейін барып, сол прям машаллах тапқанына қуанып отырамыз. Негізі шын ойлаймын, негізі вроде как қазіргі заманда ол маманды оқып алу өте оңай, бірақ жоқ та, күшті мықты келгендер жоқ. Екіншіден, неге қыздар қорқады? Бұның барлығы енді Сараханың кішкентай кезімізден келе жатқан дүние ғой. Білесіз ба, мынау мысалы жапондықтар да 6 классқа дейін балаға баға бермейді екен. Представляете, 6 классқа дейін балаға сен 5 алдың, сен 2 алдың, сен 3 алдың деп айтпайды екен. 6 классқа дейін балаға олар тек сен кереметсің, сен молодец, сен бәрін дұрыс жасайсың. Болды. Оларда бүйтіп айтады екен, білімің, ол сен миың бәрі бар, ол миың жұмыс жасайды екен. Саған отанда біз табиғатты үйретейік, жәндіктерді үйретейік, қараш қандай, әлем қандай әдемі, қараш олардың мектептерінде білесіз ба, пол жуатын әйелдер жоқ қой. Балдар өздері пол жуады, өздері жинайды, бәрін өздері істейді екен. Таттама қандай тәрбие, былай қарасаңыз. Сол кезде балдарға баға берілмейді. Біз не үшін жұмыс жасауға қорқамыз бастауға? Не үшін қорқамыз? Өйткені біз қорқамыз. Мен қазір қолымнан дым келмесе, туысқандарым күледі, ата-анам күледі, күйеуім күледі. Сонда мен не істеймін, олар маған күледі, айтады, қолымнан дым келмейді, ананы да оқыдың, мынаны да оқыдың, сенің қолыңнан ештеңе келмейді, маған күледі деп қорқады. Көбісі содан қорқады. Елдің сөзінен қорқады. Ертең күн болмай қалса, мен не істеймін деп қорқады. Оны ойлау керек емес. Егер де білесіз, мен жақында бір інім мен не берді, интервью берді, туған інім бар ғой. Онти деген приложениені сол туған інім ашты да, өзі ойлап, өзі тапқан, Аллах берді, сондай алхамдулилля. Сол кезде інім айтып жатыр, интервью беріп жатыр, өзі сол кезде айтып, кісі сұрап жатыр ғой, қалай аштыңыз, сол кезде айтады, інім, егер мен білсем дейді, осыдан 5-6 жыл бұрын қанша ақша кететіні осы Онтиға дейді, қанша ақша құятынын білсем, мен бұны бастамайтын едім деп айтады. Сол кезде айтады, негізі бірнеке бастайтын кезде көп ойланып, оны анализдеп айтады, мына жерде ақша кетіп қалды, артық ақшам кетіп қалды деп ойламаңдар дейді, бастай беріңдер дейді, Аллах өзі бірдеңе істеп береді. Ниеттеріңіз дұрыс болса, Аллах сіздерді жеткізеді деп айтып қойды. Соған мен келісемін да. Мысалы біз көп ойланамыз, ол бизнес ашсақ та, бір оқуға барсақ та, бірдеңе істейтін болсақ, көп ойланамыз да и анализ жасай бастаймыз. Конечно, анализ болу керек. Бірақ біз 100% анализ ешқашан жасай алмаймыз. 100% анализ тек Аллада. Тек Алла біледі, 100% бұл жақсы бизнес пе, жаман бизнес пе, оны тек Алла біледі. Біз оны білмейміз. Кез келген бизнес ол біз үшін риск, да? Білім болсын, басқа болсын, кез келген проект ол риск біз үшін, сонда қыздарға айтатын, сол қорқынышты алып тастау керек та, и қорқатын жерге негізі бару керек. Психологияда айтады ғой, иди навстречу к своим страхам. Вау. Неден қорқасың? Мысалы, біреу шомылудан қорқамын дейді, мен судан қорқамын. Мен өзімді анау моряға барған кезде прям кішкене болса да қинаймын. Барып, анау нырять етіп, судың астына кіргізіп, өзім қиналып, бірақ қорқамын да, жаман қорқамын, бірақ өзіме сол жұмыс жасаймын.
қорқатын нәрсеге бару керек да. Сол үшін маған да көп қыздар келеді, былай істеуге қорқамын, соны қорқамын. Жоқ, барып істе деймін. Ол маған еще бүйтіп келеді, қалай ойлайсыз, мен былай жасасам қолымнан келеді ма деп сұрайды да. Мен айтамын, оны тек алла біледі. Бар да жасап көр, одан кейін көреміз, келе ма келмейді ма деймін да. Мен қаяқтан білемін оны. Өте дұрыс. Бірақ мен ойлаймын, білесіз ба, бір ұстазыма барып айттым, ұстаз, мен ойымша дедім да, вот қараңыз, мен қанша әйелмен жұмыс жасаймын, иә, қанша әйелге консультация бердім. Мен бір ойға келдім. Әрбір әйелдің бойынан мен жоқ дегенде 5 талант көрдім. 5 талант. Бірақ ол, 5 талант, бір адам бойынан 5 талант көрдім. Бірақ ол әйел оны білмейді. Өзі талантын ашпаған, жауып тастаған, қорқады, өйткені анау айтады, мынау айтады, в общем, причина көп жауып тастаған. Бірақ бір адамның бойынан мен 5 талант көрдім. Мен бұны зерттедім. Сөйтіп барамын да ұстазыма айттым, ұстаз, мен бір адам бойынан 5 талант көрдім, мен оны даже доказать ете аламын да. Мен қанша адаммен жұмыс жасап, мен көрдім десем, білесіз ұстазым не деп айтты маған? Ұстазым өте білімді кісі да. Ол бүйтіп айтты, Марзи деді, мен бір адам бойынан 5 емес, мен саған 10 талант тауып беремін деді. Ол айтты, Аллах деді, бір адам бойына деді 10 таланттың берген деді ғой. Представляете, да? Біздің көп қыздар да бір талантын аша алмай жүр. А оның бойында қазір 10 талант бар екен. Мысалы, мен бір қыздарға айтып жатырмын, мен мысалы психолог болмасам, мен ана восточный танцы бар ғой, соның мұғалімі болатын едім. Жаман жақсы көремін восточный танцы, страшно жақсы көремін. Мен точно соның мұғалімі болатын едім, мен соны үйрететін едім әйелдерге, восточный танцы билеп. Ол болмаса, мен бір басқа нәрсе тауып алатын едім. Ондай талант көп біздің бойымызда. Просто қорқады, қашпайды да таланттан. Қорқпау керек, барып істеу керек, соны көру керек. Ананы көру керек, мынаны көру. Мен де солай істедім. Қанша мен анау үлкен жетістіктерге қол жеткен адамдармен мысалы не аламын да, консультация беремін оларға да, сөйлесем, сұрақ қоямын. Олардыңша істемеген маған ғой. Ананы да көрген, мынаны да көрген, өздерін іздеген, қорықпаған, ана жерден опыт алған, мына жерден опыт алған. Сондықтан қазір тем более жас қыздарға айтамын да, вообще қорықпаңдар. Мен тағы бір не бар, наставницам бар, Украинадан, психологиядан береді. Сол кісі онлайн сабақ береді маған. Сол кісі психологияға да, представляете, психологтың оқуына бірінші рет 38 жасында оқуға түскен ғой. 52 жасында ең мықты болып қазір саналады Украинада, представляете? Ең мықтылардың бірі болып саналады. 38 жасында оқуға түскен ғой, соны айтамын да, сондай қорықпайтын адамдар болады. Мыңды жығады деген сол. Сол ғой, конечно. Біздің мына болғалы жатқан мини курсында қосып отырмын да мен. Mesela қарсам, таплинг деген. Точно, қазір керек дүние ғой сол таплинг. Бізге де қанша сол таплинг керек болды, біз істедік соны да. Өте керек нәрсе. Инстаграмды дамыту, вебинар структурасы, марафон, осының барлығын мини курстың ішінде. Біреу ойлап, ой, не курс жасап жатыр маған. Осылардың бәрін қазір сараптап мини курс қылып тағайындап отырмын. 90%. Бәрі сол бір нәрсенің ішінде, иә, сол бір курстың ішінде. 9 модуль. 9 модуль. Иә. Точно. Мен оқыдым ол бәрін. Саған менің қолымда жаңа күшті айттым да, 9 талант деген. Рас қой, қаншама қыздар отыр қазір. 9 модульға да қызығып отыр да олар. Бірақ олар бүткінді бірақ модульдің шетін ұстап алса, ертеңгі күні соның маман болып шығады. Конечно, мықты маман болып шығуға болады. Мықты маман болып болады. Аха, Құдай қаласа. Енді Марзи, мынандай бір сөзіміз уже уақытта кішкене сәл жақындап қалды ғой деймін. Өзіңде уақыт. Мынандай дүние бар да, біз қоғамда қазір жақсы мінекей, иә, кім қайсын алсаң да өзінің аудиториясы бар. Оларға мынандай дүниені қадап қойдық та уже миына. Яғни сен көп бала туың керексің. Көп айтамыз ғой, көп бала туған дұрыс, міне деп, мысал қылып келтіреміз. Көп бала туып отырып, тап-таза, үйің жинақы, өзіңе қарау керексің, арық болу керексің, білімді болу керексің, кәсіпке үлгеру керексің, офлайн болмаса да онлайнға үлгеру керексің дейміз, иә. Бірақ үлгеріп жатқандары да бар, бірақ осылар бола алмадым-ау. Мына Сара ханым айтқан сияқты, Марзия ханым айтқан сияқтыға жете алмай жатырмау дейтін. Көп адам депрессияға түсіп кетеді. Бұл асығыстық па, сабырсыздық па, бұл жайлы не айтасың, Марзия? Түсінікті ғой, иә? Көп адам өз-өзін жейді. Мен қолымнан келмеді, мен ақылдай болдым. Ол өзімнің айналамда да бар. Өзімнің тағы бір подругам күйеуімен ажырасам дейді, ауылдағы бір подруга. Не болды десем, тағы мен сендер сияқты емеспін, үлгере алмай жатырмын, болмысым осы деп өз-өзін жеп отыр да. Да. Мен әбден бәрін ананы да тыңдаймын, мынаны да тыңдаймын, бола алмай жатырмын дейді. Депрессияға кіріп кеткен уже. Бар ғой, арамызда да бар қазір.
Ол енді видите, как мынау Инстаграмның бір жаман жері сол болып тұр да. Инстаграмда біз тек жақсы жерді көрсетеміз ғой. Стористан мысалы өзіміздің әдемі керемет болып жүргендерін көрсетеміз, иә. Енді мен анау үйім шашылып тұрған өлсем көрсетпеймін Инстаграмнан мысалы ше. Мен шкафымды кажется, любой адам келіп мен комнатама келіп шкафымды ашсыншы, бәрі отписка жасайды, мына Марзия ханымның шкафын көріп қараңдаршы. Көмір кендер салып екен деп ше мысалы. Оны көрсетпеймін ғой мен. Тек жақсы жерін көрсетемін, тек әдемі жерін көрсетемін, иә. Сол бір үлкен минусы сол болып тұр Инстаграм біріншіден. Екіншіден, бәріне үлгеретін әйелді мен білмейді екенмін, ондай әйелмен өмір кездестірмеген. Мысалы менің көмекшім өте көп. Мен оны ешқашан ешкімнен не қылмағанмын, скрывать етпеген мысалы. Ондай мен үйде өзім бәрін керемет жасаймын деген менде ондай тема жоқ. Мен енді солай өстім кішкене ерке болып. Мен қолымнан онша көп нәрсе келмейді. Біреу анау тамақ істеп жатады, мына жерден бірдеңе істеп жатады, мен ондай істей алмайды екенмін. Бір 30 келген 40 қонақты бір өзі күтіп алады. Бір әйелдер бар, бір өзі 30 адам қонақ күтеді. Мен бір өзім былай тұрсын, мен бір адам қонақ күтіп, мен өз-өзім күте алмаймын, бір өзім мысалы ше, өз-өзіме тамақ істеп аламын, қиын болып кетеді маған. Мен то, что 30 адамға мысалы тамақ істеуді. Енді ол қолымнан келмейді. Бұл жерде әйел адам түсіну керек. Әр адамның өзінің мықты жері болады, өзінің слабый жері болады. Әр адамның. Біз өзіміздің слабый жерімізді басқа адамның мықты жерімен жауып отыру керекпіз. Да, ол біріншіден. Екіншіден, әйел, оказывается, 3 типті болады екен, да. Бірінші тип әйел, ол бағанағы домохозяйка. 30 қонақты бір өзі күтіп алады, күніне 5-6 тамақ істеп береді, ол домохозяйка. Екінші тип, ол науканы зерттейтін адам екен. Врач болады, психолог болады, сонда да. И үшінші тип, ол коммерсант әйел. Ол, значит, бизнеспен жұмыс жасайтын. Наукамен бизнеспен жұмыс жасайтын әйелді үйде отырғызуға болмайды екен. Ол үйдің бәрін қырады. Олардың энергиясы көп қой, ол үйде отырмайды, да, олар үйде ұстауға керек емес. Керек емес ол үйде. Ал мынау үйде отыруға жаратылған әйелдер болады, оларды көшеге қууға керек емес, олар көшеде қиналып қалады ондай әйелдер. Ол үйдің тірлігін істеп отыратын, ол болады сондай әйелдер өздері, да. Бұл жерде мынау үйде отырып, тамағын істеп, бала шағасына қарайтын әйелдерге просто өзіне бір хобби болу керек. Өзін бір жақсы көретін, айналысатын нәрсесі болу керек. Өзі нені ұнатады, соны 1-2 сағат күніне барып, соны істеп келуге оған жарасады да, болды. Бұл жерде айтын деген қыздар, өздеріңізді қинамаңыздар. Мен де солай өзімді қатты жеттім басында. Неге мен қолымнан дым келмейді? Неге бәрі ешкім үйінде көмекші жоқ, мен үйімде көмекші болады. Всегда. Азаннан кешкен түннен кейін көмекші болады. Егер көмекші болмаса, мен ана жерде ештеңе қолымнан келмейді. Мен өзімді жеттіммін. Мен дұрыс емеспін, мен дұрыс емес әйелім, мен жаман әйелмін. Мен қолымнан дым келмейді. Вот бәрінің қолынан келеді, мен қолымнан келмейді. Біреулер мысалы үйіне барып көрем. Ой, мен өзім нан істедім, пирог істедім, торт істедім, тамақ істедім. Бала шағамды садикке апарып келіп, мен қалай істейсіңдер, қандай әйелсіңдер сонда деймін да. Конкретно депрессияға түсесің ананы көргеннен кейін ше. Мен үйге келемін да, ойла, мен азаннан кешкен бір тамақты зорға істеймін, бұлар қалай үлгереді бұлар деп түсінбейтін шынымды айтсам ше. Одан кейін мен түсіндім, просто мен басқа әйелмін да. Мен науканы зерттейтін әйелмін, мен бизнесті зерттейтін әйелмін. Да, үйдің тірлігіне онша пысық емеспін деп. Мен өзімді жеп қайтемін. Қайтемін өзімді жеп. Өте дұрыс емес. Емес нәрсе. Ана бәрін жасап жатыр, мен балалар көріп олар жемей жатқан сияқты сезінесің. Керек негізі өз-өзің дұрыс. Сол я. Сол да. Мен де көмекші ұстаймын. Ой, біз мынаны бәрін өзіміз-ақ қатырамыз. Мынаған бола повар шақырдың ба деп, молодецсің сен, суперсің деймін да, ана әйелге айтып жазып. Мен вот антың деймін да, мысалы. Мен өйтіп істей алмайды екен. Одан кейін күйеулеріміз тиіседі ғой потом бізге. Ой, не болды, соншама, сол көмекші болмаса өмір сүрамайсың ба, жүр ғой ана әйелі, мынаны әйелі. Мен күйеуім сөйтіп жатқан кезде мен онымен қосылып ана әйелді мақтап кетемін ғой. Мен айтамын, конечно, оны көрдім ғой, ана кісі дұғасы күшті болған ғой, мынаны намазын оқыған ғой кішкентай кезінде. Көрдің қандай әйел оған Аллах берді. Ал саған мынандай әйел берді, қайтесің енді? Сен әйел онша емес, қолыңнан дым келмейді. Енді кто виноват, извините, кто женился? Мінекей, қандай кому не заставлял? Өте күшті әңгіме, өте керемет әңгіме отыр. Марзиюша, сөзімізді қорытындыласақ, Алла жазса 27 күні біздің мына мини-курс бұл, үлкен курс ол әлі алда. Сол мини-курс өзіне біраз адамдар жазылып жатыр. Осы жерде жазылдым деп те жазып жатыр. Сол кісілерге ақ тілегің болса, Марзиядан өткені жол болған әйелдердің қатарынансың, альхамдулилля, иә, Марзиюша. Тартымдысың, іскер әйел деп айтуға болады. Жан-жақты үлгересің, күйеуің де жаңа көңіліңді алып. Мен айтамын, мен келінім болса Марзия сияқты болсын. Құдайдан тілеп жүрмін. Жақсы жерім жұғысты болсыншы, жаман жерім өзіме қала берсін. Орамалды. Сіз өткенде ана классында не қылған екен де, бір қызбен қосып қойған ғой. Жетіп келіпті, мама мен алмаймын ол қызды. Неге десем, басында орамал жоқсың, мен ана фотосын машалла. Алла нәсіп етсін. Иә,
тілегіңді айтсаң, иә, ақ тілек деген. Иншаллах, иншаллах. Конечно, да. Вообще өзім негізі осы жүрген жерде да бізде сондай бір әдет болу керек екен да, бір-бірімізге тілек айтып, бата беріп жүретін өте керемет. Ол дұға ғой негізі, Аллахқа бір дұға тілеп жүрген сияқты ғой бір-біріне, да. Сондықтан қыздар, енді білмеймін, мен сіздердің орындарыңызда болсам, мысалы мен тыңдап отыр, қанша адам тыңдап отыр қазір, да. Мынау сабаққа міндетті түрде қатысатын едім, міндетті түрде. Не үшін? Өйткені мен мысалы осыдан 10 жыл бұрын, да, осындай сабақ болса, мен обязательно қатысатын. Неге? Өйткені өзімді іздеген едім, да. Өзін іздеген адамдар қалмау керек. Міндетті түрде бұндай возможностьтан қалмай, қандай сабақ болып жатыр, ояқта мен не алады екенмін, тем более мынандай скидкамен, да, всегда мен өзім сабақтарымды сатқан кезде қыздарға айтамын, алыңдар, білімді іздеңдер, ол керек сендерге деп ше. Біріншіден міндетті түрде қатысу керек. Екіншіден қыздар сабақ алатын кезде ниеттеріңізді қатты прям түзелеңіздер, иә. Мына сабақты алып жатқан кезде Аллахқа былай дұға тілеңіздерші. Аллах, осы алдымыздағы сабақ, Сара сабақ мен үшін берекелі, қайырлы болсын. Екі дүниеде де мені бақытқа жеткізетін болсын деп Аллахтан дұға тілеңіздер. Сол кезде мынау сабақта берілген білімнің барлығы сіз үшін өте берекелі, қайырлы болады. Ол сабақтағы білім, мысалы 100%-дық білім, иә, сізге ол 1000% болып келеді екен, да, жүрегіңізге, сіздің өміріңізде 1000%-ға жететіндей бір өзгерістер береді екен. Сонда біздің мынау ниетіміз мықты болған кезде Аллах кез келген нәрсені солай қатты увеличивать етіп қойады, өте қатты. Сондықтан дұға тілектеріңізді қабыл етіп, әрқашан жүздеріңізді жарық қылып, әрқашан Аллахтың нұры жауып сіздерге, алдымызда осы болатын сабақ сіздер үшін өте берекелі, қайырлы болып, бүкіл жабық есіктердің, жабық жерлердің есіктерін ашып, сіздер үшін үлкен бір қайырлы, берекелі білім болсын, иншаллах. Соған тілектеспіз, міндетті түрде сізге тілектеспіз. Рахмет, Мардиюш. Құдай қаласа дұға тілеп қоямыз еще обязательно. Әдемі іліміңе рахмет, уақыт бөлгеніңе рахмет, өзіңнің жолыңды берсін. Алла разы болсын. Алдыңнан тек қана жақсы адам. Аумин, Сара ханым, жаным, сол жақсы көремін сізді. Алла разы болсын. Шақырғаныңызға рахмет. Үстім негізі шығып тұрсақ болады, иншаллах. Рахмет көп. Әңгіме айтып екеуміз. Екеуміздің әңгімеміз жарасады ғой негізінде. Иә. Сол ғой. Күнделікті. Рахмет, Мардиюш. Хорошо, рахмет онда. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Жақсы. Достарым, асылдарым, көрдіңіздер ғой, иә, қандай күшті дүниелер. Мен сіздерге сөздің басында Марзияны кіргізбей тұрып айттым. Мен тыңдағым келетін адамды, өзім тыңдап, өзім ғибрат алатын адамды сіздерге де болса екен деп отыр. Мен бұл парақшаны не үшін аштым? Мен ана парақшадан кірсем, ол жерде керегі де бар, керек емесі де бар, ал бұл жерде нағыз ілім керек адамдар. Ілім, мына ілім маған керек қой дейтін адамдар отыр, да. Сабақтың бағасы 2900 теңге тұрады. 90% скидкамен, қыздар. Өйткені бүгін түнгі сағат, түнгі 12-ге дейін ғана. Түнде 5900-ға көтеріледі. Ол бір. Екіншіден, сабақ 9 модульдан тұрады. Ол жерде нақты ілім егелерін анықтаймыз. Психология деп ойламаңыздар, иә? Психология сіздер көп оқып жүрсіздер ғой, түп сананы тазалау, ата-ананы ақтау деген сияқты нелер. Бұл жерде нақты маман егелері. Инстаграмды дамыту, жаңа Марзия айтты ғой, SMM-дар шығару, Инстаграмда қандай мамандықтар 2022 жылы трендте болады, одан кейін жаңағы таплинкпен жұмыс жасап үйрену, соны үйренесіздер. Қарапайым мына Инстаграммен отырып, қалай табысқа жетуге болады, сондай дүниелер. Оның үстіне миллионерлер клубына өтуге претендентсіз уже. Ол бір ма, екіншісі осы мини-курстың ішінен өзімнің командам адамдар аламын. Вы уже будете зарабатывать. Түсініп отырсыздар, адамдардың арасынан өзіме командама набор жинаймын. Қазір менде командада 10 шақты адам. Маған үлкен курсқа әлі көп команда керек болады. Вот сізге жұмыс. Мінекей, жұмыс жасайын десең, екі қолға бір күрек. Үйде отырған қыздарға сылтау жоқ. Бұл үйде отырған аналарға, пенсионерлерге, студенттерге, декреттен аналарға, вот сол кісілерге в основном арналады. Скидкамен 2900 теңге, Каспий номер 702-485-77-88. Елмирада жазылып тұр. Елмираға жазасыздар. Мінекей Ақыл Мұратқызы деген жазып отыр. Түнгі 12-ге дейін ғана 2900 теңге. Одан кейін 5900 болады. Ертең төлемесеңіздер, ертең түнгі сағат 12-де тағы да көтеріледі сабақтың бағасы. Себебі бұл 9 модульдік программа. Бұл бірақ дүние сіздерге емес, ссылканы көрдей салатын емес, видео сабақтар. Доступ 3 ай болады. Курс 1 ай жүреді. Куратормен кері байланыс 1 апта болады. Ондай дүние вообще жоқ.
Ондай дүние вообще жоқ. Бірдеңені түсінбесең, куратормен кері байланыс 1 апта. 2900-ге сіз еш уақытта любой инфобизнес жүргізіп жүрген кісіден сұраңыз, куратормен байланыс бар ма? Неше модульдан тұрады сабағың? Сізге айтады, ана үлкен курсқа жазыл дейді. Ал мен осының бәрі мини-курстың ішіне тығып қойдым. Себебі сіздерге бір пайдасы болса екен деп. Сіздер үшін осы парақшаны ашып қойдым. Себебі сіздерге пайдасы болсын деп. Себебі бұл жерде өзіне керек адамдар отырады. Бет алды сөз тыңдап, әңгіме тыңдап отыратын адамдар отырмайды бұл жерде. Куратормен кері байланыс болады, міндетті түрде. Сондықтан Каспи номерін жазып қойдым. 8702 485 77 83. Эльмираға қазір жібересіздер. 2900 теңге. Бүгін түнгі сағат 12:00-ге дейін. Мен алыңызшы командаңызға. Сабаққа жазылыңыз, қандай да бір тапсырмалар дұрыс орындалған кезде біз міндетті түрде командаға маған адам өте көп керек болды. Өйткені менде январь-февральда үлкен курс ашылады. Ол жерде енді ол вообще оның жүйесін, сабағының кестесін бәрін айтатын боламын. Ал бұл жерде кім жүргізеді? Мен жүргіземін, мен боламын. Видео сабақ. Ол жерде мен біреудікі, мынаны көрсет демеймін ғой. Мен өзім боламын. Дұрыс емес па? После 19 қатыса аламын ба? Конечно, қатысасыз. Майра Камил ханым, 3 ай доступ болады, 3 ай сақталады. Сабақ 1 ай бойы болады. Жұмысыңыздан келіп, тамағыңызды ішіп, ыдыс аяғыңызды жуып, қол аяғыңызды жуып қойып, қосып отырып көре аласыз ол сабақты. Осыдан 2-3 жыл бұрын біз осында лекциялық сабақтар жасайтынбыз. Марзия, Алла разы болсын, сол кезде де менімен бір сабаққа шыққан, табыс туралы сабаққа шыққан. Ол сабақтар енді мен айтайын сіздерге, ол бір 3 күндік сабақтар болатын. Сақталса 1 апта сақталады, сақталмаса сақталмайды. Мен содан кейін оның бәрін қойып кеттім. Мен ондай сабақ жасамаймын деген. Маған керек емес. Отырып аласың да, 5000 теңге чекті мында жібересің, 3 точка бар, соған бас, бірдеңе деген сияқты. Қараңыз. Енді СММдар болады, Утжан, Набира, СММдар болады сол жерде үйрететін. Специально қыздар болады деп отырмыз ғой. Кураторлар не үшін? Сөйтіп, мен ол сабақтардың барлығын қойып кеттім. Өйткені маған осы дайындық керек болды. Маған үлкен дайындық керек болды. Үлкен білімді одан сайын жетілдіріп, сіздерге басқаша, жаңаша түрде көрсету керек болды. Вот. Эльмираға жіберіңіздер чекті. 702 485 77 88. Эльмираға, содан кейін менің осы Сарканай онлайн сабақ деген жерде таплинкті басқасаңыз, чекті жіберу сандуғаш деп тұр. Ол сандуғашқа жіберсеңіздер де болады. Мінекей жазылып жатыр. Түнгі сағат 12:00-ге дейін 2900 теңге сабақ. Возраст какой деп, не имеет значения. Пенсионерлер де, кішкентайлар да, әйелі мен күйеулер бірге отырып көрген жақсы. Себебі ол жерде отбасылық қарым-қатынас айтылады 1-ші модульда. 2-ші әйелдер, күйеулер, жалпы кәсіпке қарсы, менің күйеуім кәсіпке қарсы дейтін қыздар көрсе болады. 3-шіден полностью Инстаграм. Инстаграмда инфобизнесті 0% отырғандарыңыз бар, 0% проф деңгейге дейін көтерілесіздер. Проф деңгейге дейін. Кәсіп ашасыздар. 10 күннің ішінде қандай кәсіп ашу керек? Осының барлығы үйретіледі, Құдай қаласа. Сондықтан Эльмираға хабарласыңыздар. 27 декабрь күні басталады сабақ. Ол міндетті түрде ұнайтынына мен 100% сенімдімін сіздерге. Өйткені сіздер кейін үлкен курсқа сұранатындарыңызға мен сенімдімін. Өйткені біз уже полностью жазып, сіз болсаған біз көп жұмыс жасадық. Өте көп жұмыс жасадық. Мен сіздерге жуырда жаңа проект күтіңіздер, болады деп айта беруші едім ғой. Вот. Біз осыған дайындалдық. Бұл мини-курс, қыздар. Мини-курс. Жаттап алыңыздар. 27 күн басталады. Мінекей Ақыл Мұратқызы бәрін айтып отыр. Енді бүгін 12:00-ге дейін үлгерсеңіздер үлгересіздер, үлгермесеңіздер енді айып етпейсіздер. Себебі жаңа Марзияның өзі айтты ғой, мынау керемет сабақ екен деп айтып жатыр, Марзия. Жалпы менің таныстарым өздерінің бала шағаларын қосып жатыр. Таныстарым өздері бірге бала шағамызбен отырып көреміз деп жатыр. 2900 теңге 90%-мен. 90% жеңілдікпен 29900 теңге тұратын сабақ. Жақсы. Рахмет, қазір төлейміз дейді. Түнгі 12:00-ге дейін 2900 теңге. Ақыл Мұратқызы айтып жіберіңізші, түнгі 12:00-ден кейін бағасы қанша теңге болады? 5900 ба, 6900 ба? Офлайн бола ма дейді. Ләззат Жолымбетова. Офлайн, қалай офлайн болады ол? Басқа қаладағылардың бәрі жазылып жатыр ғой. Яғни видео сабақ, видео ролик жүзінде жүреді сабақ. Эфирге рахмет. Бұл сабақ ешкімде жоқ. Бұл сабақтың жүйесі де бөлек. Или сіздерге 9 модульді бөлек етіп сабақ жасап отыр көп адамдар. Бөлек етіп. Не 5900, түнгі 12:00-ге дейін 5900 теңге болады дейді.
қосылсам екен дейді. Алла тағалам нәсіп етсе қосыласыз. Бәрі Алланың құзырында. Марзия қандай күшті әңгімелер айтты. Адамның барлығы миында, ең бастысы ниет болса дейді. Біреуге бірдеңе, мен үнемі айтамын ғой сіздерге, бірдеңені доказывать етемін деп өмір сүрмеңіздер. Мен аналарға сейчас докажу өзімнің қандай екенім деген керек емес. Алланың разылығы үшін деп ниетіңізді жөндесеңіз бітті. Максимум курс жалғасады. Елде өзіңіз көресіз, максимум курсқа сіз сұранатын боласыз әлі. Это уверенно. Мен қатысайыншы деп сұранатын боласыз әлі. Ал. Бала, мен қазір кішкене сатып келіп алайын, өйткені қазір кетемін біраз. Содан кейін саған беремін. Әкең келеді қазір. Я прям барамыз ба? Білмедім. Инстаграмнан хабарым аз болғасын қиын емес пе? Қиын дей берсеңіз, өмірді қиындата бересіз. Қатысып көрсеңізші. 2900 теңгеге мини курс мен сол үшін істеп отырмын ғой. Сіз нөл информациямен отырсыз, қазір проф деңгейге көтерілесіз. Солай қыздар. Алла жазса, тікелей эфирге тағы шығамын. Құрметтілерім, Алла зейіндеріңізді ашсын. Жазылып, сабаққа тіркеліп, курсқа үлгеріп қалғандарға бастамама рахмет, бастағаныңызға рахмет деп жатыр. Барлық сіздер үшін алтындарым. Бүкіл жаңалықтың бәрін күтіңіздер. Әдемі пост, адамды өзгертетін бір-ақ ауыз сөз. Бір-ақ ауыз сөз адамның құлазып, үнжырғасы түсіп, қиналып жатқан кезде сен бір-ақ ауыз сөз тыңдасаң, орныңнан қалай ұшып кеткенін білмей қаласың. Бір-ақ ауыз сөзбен ұшып тұрған, керемет қуанып тұрған жеріңнен қалай сол диванда жатып қалғанды білмей қаласың. Адамды бір-ақ ауыз сөз тірілтеді, адамды бір-ақ ауыз сөз жан бітіреді. Бір-ақ ауыз сөз. Дональд Трамптың әңгімесін білесіздер ғой, қарызға батқам дейді, қарызға белшемнен батқам дейді. Сөйтіп маған кешке таман бір үлкен бизнесмендердің кешіне шақырды дейді. Барғым келмейді, басында қарызың бар адам кіммен отырғың келеді дейді. Сөйтіп едім, бір танысым звондады дейді. Кел деп айтты дейді. Ойлана келе 5-ақ минут бұрын мен шешім қабылдадым. 5-ақ минуттың арасында шешім қабылдадым да әлгі жерге бардым дейді. Сөйтіп барып едім, бір кісінің қасына отырып қалыппын дейді. Әлгі үлкен ақсақал маған. Өзімнің әңгімемді айттым дейді. Басымда біраз қарыз бар екен дейді. Сөйтіп ертесінде ол кісі мені кездесуге шақырды. По полной менің басымдағы қарыздың кредитін бәрін жауып берді. Біз үлкен іс бастадық дейді. Сол кезде дейді, мен 5-ақ минут дейді. Сіздің шешім қабылдауыңыз 5-ақ минут. 5 минуттың ішінде егер ол жатса, ой қойшы, мен басым осындай 5 минуттың ішінде шешім қабылдады, барды, әрекет етті, Алла берді. Қарапайым мысал. 702 Каспийден шығып тұр. 485 77 88 8702 485 77 88. Жазып алдыңыздар ма? Көрінбей тұр ма? Маған бір не бере салыңыздар, белгі. 485 77 88. Я дұрыс жазып тұр. Яғни Каспийге төлем жасайсыздар. Жақсы құрметтілерім. Ал енді сабақ жүйесімен таныстыр десеңіздер, оның барлығы осының алдындағы эфирде тұр. Күтем сіздерді. Алла зейіндеріңізді ашсын.